Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен ерекше жемістер салатын жасау тәсілімен бөлісемін. Сонымен бізге керегі руккола, салат жапырағы, алмұрт, құлпынай, ананас, тәтті шие, апельсин, бал, алько майы, ананас шырыны керек. Біз алдымен алмұртымызды турап, балға 1 шай қасық май қосып, сары май қуырып алатын боламыз. Екі жағын қызартып, осылай табаға салып, үстіне балымызды саламыз. 1 шай қасық сары майымызды саламыз. Осылай қуырып аламыз. Сосын қуырып алдық. Енді біз ананастарымызды, құлпынайымызды, тәтті шие, черешня ғой, апельсинімізді турап дайындап аламыз. Сөйтіп, ыдысымызға салып, сервировка жасайтын боламыз. Сөйте ананас, апельсиннің жартысын турап, жартысының суын үстіне, салаттың үстіне шырынын себетін боламыз, сағатын боламыз. Міне осылай сервировка жасаймыз. Бірінші алмұртымызды салып отырамыз. Үстіне қалған жемістерді салатын боламыз. Міне осылай бәрін салдық. Үстіне жаңғағымызды ірілеу қылып қойдым. Оның үстіне күнжіт септім. Міне осылай біздің салат дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоның соңына дейін көріп, ұнатсаңыздар, комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар.